Ассаламу алейкум азизлер, бүгін сіздер менен өзіміз сүйіп жақсы көретін үй хайуанымыз ит туралы сөйлесетін боламыз. Ерте заманларда адам ата болыпты. Һәм оның кіндігінен жаралған әзіргі ит көрінісіндегі хайуанда болған екен. Адам ата кіндігінен жаралған әзіргі ит көрінісіндегі хайуанның терісі жүні болмаған екен. Адам ата бұл жаратылыс хайуанның ит деп шақыра бастапты. Адам атаның жанында көмекші, жақын жолдас сипатында жүреді екен. Күн кетінен күндер өтіп, адам атаның жанын алатын Азраил пайда болып, адам атаға жақындай бастапты. Азраилды көрген ит адам атаның қасына жолатпай үріп тұра беріпті. Бұнан ашуланған Азраил итке бар ғазебін шашыпты. Азраилдың ашуы ғазебі аязлы суыққа айланып, итті тоңдырып өлтіріп жіберіпті. Азраил адам атаның орнына итті өзі менен алып кетіпті. Сосын Азраил итті Аллах Тағаламыз жанына әкеліп тапсырып кетіпті. Ит Аллах Тағаламыздың қасында көзін ашыпты. Аллах Тағаламыз иттің өмірі дауамында адам атаға жақсылық, миннетшілігіменен һәм мәртшілігіменен көзге түскендігін айтыпты. Аллах Тағаламыз итті өмірге қайтармақшы болып, оның үстіне аязлы суықта да тоңбаслық үшін иттің терісіне жүн менен қаплап, сосын оны қайтадан өмірге қайтарыпты. Сондан бері суықларда да тоңбайды екен. Бірақ күн ыссы күндері иттің терісіне хауа келмей қалады екен. Денесіндегі терлегенді де тіліменен шығарып жібереді екен. Тілінің хәмеше салбырап жүруі де соңынан шыққан екен.